нәрестеміздің қырқынан шығару рәсімінің қалай өтетінін түсіндіріп айтамын. Нәресте дүниеге келгеннен кейін шығарып алып келгеннен кейін үйге азан шақырып атын қоямыз. Одан кейін ол нәрестені 40 күнге шейін жаңағы ерекше күтімде болады. Далаға шығармаймыз, ешкімді кіргізбей, шырағын жағып қойып, жанында әрқайдан адам отырып қарап отырады, шошынып қалмасын деп. 40 күн толғанда ол кішкентайымызға арнап қырқынан шығару рәсімін жасаймыз. Оған ауылдағы көрші апаларымызды шақырамыз. Оны шығару рәсімін өздеріне қазір түсіндіріп айтамын. Бесігінің жан-жағына 40 шелпек пісіріп, оның шелпекті жан-жағына қойып, одан кейін 40 қасық суының қайнаған суға ішіне таза күміс саламыз, есінің барлығы таза болсын деп. Білезіктер саламыз, сол 40 қасық суды құйып шығамыз. Әрқайсымыз бір қасықтан, 2 қасықтан құйып, тілегімізді айтамыз. Тілегіңді айтып, тағы кім айтады? Келе ғой. Біледі екесіндір ғой. Кім айтады? Балалар. Кел ғой. Кел қайтасың ба? Тілек айт. Кел су құйын. Тілек айт. Ой, рахмет. Тағы келе ғой. Азамат болсын. Ой. Сен жігіт болсын. Әумин. Міне аламын. Келе ғой. Келе ғой. Тілегімді айтып. Дайсын шығарбайды. Мынаның ішіне тағы кім келіп айтады? Балалар кішкентай нәрестемізді жаңағы 40-нан шығардық деп есептейміз. Енді біз қолының жаңағы тырнағын аламыз, шашын аламыз. Ол тырнақты аламыз да, үлкен әжелері алады өздері. Оны тырнағын аламыз да, есік алдына адам баспайтын жерге көміп қоямыз. Болмаса, анандай бау-бақшадағы өсіп тұрған алма ағаш па, шия ағаш па, соның түбіне көміп қоямыз ырымдар. Бұл үлкен азамат, бұл бәйтерегін жан-жаққа, тамырын жан-жаққа жайған азамат болсын деп. Шашын бір түйіншекке түйіп, сақтап қоямыз. Содан кейін мына суды қайнатып,
осыған кішкентай нәрестемізді шомылдырамыз. Үстіндегі жаңағы ең алғашқы киген жейдесін, көйлегін шешіп аламыз да, оған біз жаңағы тәттіні салып, орап, иттің мойнына байлап жүріп, бұрынғы заманнан бері болған еді. Қазір не болмаса да, бұрынғы заманда сондай болған. Соны балалар артынан қуалап жүріп, ұстап, жаңағы жеген. Кәпеттік берсі. Осы, әне алып барсаңыз. Алып, қазір. Алып барсың, аяқалған тағдырғаныз. Алып.